Қарағанды қаласында опорный пункттің ішінде жалаңаш өлі әйелдің денесі табылды. Және де көрші бөлмеде ессіз жатқан майордың денесі табылып отыр. Полиция майорының. Қазіргі уақытта ол полицейскийді реанимацияға алып кетті. Криминалистер қылмыс орнында жұмыс істеп жатыр. Егерде әйел ол жерде жалаңаш жатса, полицейский ессіз жатса не болды екен? Кейбіргі интернет ақпараттары жаңағы майор есірткіден передоз болды деп айтып жатыр. Шынымен де солай сияқты, өйткені әйел тыр жалаңаш не істеп жатыр осы жерде. Егерде біздің майорларымыздың өзі сондай есірткі пайдаланып, опорный пунктта қызға тиісетін болса, әйел адам шешіндіретін болса, заң өкілдеріне бұдан кейін сенім бола ма? Әлде олар мен заң өкілімін, мен полицейскиймін, мен форма кидім деген сайын қатты кетіп бара жатыр ма? Құрметті Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы, өздеріңіз қарап жатсыздар, біз ештеңе ойдан шығарып атқан жоқпыз. Бірақ та көптеген полицейлер, заң өкілдері тым асыра өздерінің күшін пайдаланып жатыр. Міне сіздерге Қарағандыдан тағы бір дәлел. Осыны қолға алып, ешкімнің атын жуып шаймай, қылмыскер жазасын өтеу керек. Алдағы уақытта менен осы жағдайда жайлы басқа хабарларды күтіңіздер. Өкінішке орай осындай жаңалық болып отыр. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Содан Қайрат Реал Мадрид қайтса жеңер еді дейсіңдер ме? Күлкілі емес, қазіргі идеям керемет идея. Негізінен жалпы бар ғой, үлкен бір жеңіске жету үшін бір нәрселерді құрбан ету керек. Өздеріңіз білесіздер, біздің халық бүкіл түркі әлемінің ұйытқысы болған халық. Анау түрік қағанаты 9 деген тіпті Шыңғысханның империясы барлығы бар ғой, негізінде ол одақ. Шыңғысхан соңында оны күштеп біріктірген, түрік қағанаты күштеп біріктірілген болады. Енді осы 21 ғасырда бүкіл түркі баласын қалай басын біріктіруге болады деді қазақ халқына. Осы Қайрат командасының атымен Түркияның футбол командасы бар ғой, атын ұмытып тұрған болаш. Соның ең үздік футболистерін алып келіп, өзбектердің Пахтахорының ең үздік футболистерін алып келіп, Қазақстанның футболистері бар, Ресейдегі татар футболистері бар мықты. Солардың басын қосып, Қазақстан жерінде Қайрат атауымен шын аты Тұран, ешкім білмейтін атауы, құпия атауы, күштің бәрі құпияда ғой. Ал қалайсек екен жарнамалық атауы Қайрат деген эгидамен сол жаңағы Реал Мадридтің футболға сайысқа түсіру керек. Сол кезде біздіктер жеңілсе де достойно жеңеді. Түрік командасы болып, анау өзбек командасы болып, Қазақстан командасы болып, татар командасы болып, барлығы бірге қуансақ, ол уже ар жағында үлкен бірлікке баратын, үлкен бір ірі саяси оқиға болатын еді. Міне осы жерде біз ұтатын еді, бүкіл әлемді ұтатын еді, бірақ ешкім оны білмес еді. Кімдер ме? Сол арқылы, мысалы үшін 100 миллион түрік, анау татарлар қаншама, Қазақстандағы 14 миллион, 15 миллион қазақ, ана Өзбекстандағы 30 миллион өзбек, барлығы бір жүрдік бола бастаған кезде қалған түркі бауырлар өздері тартушы еді. Көрдіңіздер ме? Негізінде спорт, осындай спорт ойындары, футбол ойындары, ол халықтарды біріктіретін күш қой бүгінгі заманда. Бұрынғы заманда күшті біріктіріп жүрсе, бүгінгі заманда ойынмен біріктіріп болады. Ал ол үшін өзінің қаражатын құрбан ете білу керек Қазақстан. Түсінесіздер ме? Және Қайраттың футболистердің басқа орындарына басқа футболистер кіру үшін қаражат керек қой. Аналарды құрбан ету керек өз футболшыларына. Сондықтан да айтып отырмын. Бірдеңкені жасамас үшін, үлкен іс үшін үлкен құрбандық керек. Ал бар болған бізге қаражат құрбан ету керек. Можно было. Рахмет. Адамның ердің ең құнды нәрсесі ол репутация деп білемін. Жалпы репутацияның қазақша баламасы мен түсінігім бойынша ол ар. Қазақта мына армысың деп амандасады, ең бірінші армысың деп амандасады да, одан кейін барып мал, жан, бала, шаға, ауыл, аймақ соның бәрін сұрайды. Яғни қазақта бірнеше мақал да бар соған байланысты. Мысалы,
малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейді. Яғни қазақ арды репутациясын бәрінен жоғары қойған. Мысалы репутациясы жаман адам дейді. Яғни ары таза емес. Яғни ар деген сөз қазақта ең бір құнды зат. Сол себепті армысың деп амандасуға арланбаңыздар ағайын. Бәріміз қазақша армысың, бармысың деп амандасып жүрейік. Кәне армысың деп амандасатын адамдар бар ма араларымызда? Армысың деп жаза кетіңдер. Тәуекел. Реал Мадрид жайлы видео шығарған ем. Біраз критика естіп қалдық қой. Не болды сонша туда-сюда. Бір рет келіп қапты. Реал Мадрид адамдар күтіп алды. Енді күтіп алуға по-разному күтіп алуға болады ғой. Плакаттар ұста әдемілеп та, там Welcome to Kazakhstan, там Хала Мадрид деп әдемілеп сондай бір күтіп алсаң, другое дело, да, а то деп жабайлар сияқты телефон ұстап алып бүйтіп айқайлай бергенде әрқайсысына только телефон, бәрі сол контент түсіріп алып тикток жарам деп сондай оймен жүгіріп келіп тұр. Или өздерімен бірді көрдім, өзім көзімен там Реал Мадридті көрдім. Ол ойыншылар, Реал Мадридтің ойыншылары да түсініп атқан жоқ не болып отыр деп та. Енді бағанағындай Welcome там әдемілеп бір музыканы қосып, өздеріне бір какой-то речевкаларды айтып түсінетіндей да, біз сендерді құрметпен күтіп алып жатыр деп көрсететіндей да. А то жабайылар сияқты олар кім білет не ойлайтын, бізді ұрайын деп жатыр ма, өлтірейін деп жатыр ма деп мына жүрістерін көріп та, даже непонятно болып кетті. Соны айтам да. И былай ондай прям слепое мынандай обожание өліп ойбай Мбаппе деп айқайлап сонша неткендерін арттарынан аңдып, гостиницаға барып, енді гостиница тамақ жеп отқандарын аңдып, ол енді чересчур да. Үйтіп кете берсе, анау туалетный бумага бар ғой, артын сүрткен туалетный бумаганы фантик қып жинайтын шығарсыңдар онда. Мына мен артын Мбаппе сүрткен, мына мен Куртуа сүрткен деп арттарын сол үйде серванттың үстіне, там шкафтың үстіне фантик қып әдемілеп жинап қоятын шығарсыңдар, көтін сүрткен қағазды да. Үйтіп шли ондай істеуге болмайды. Ал неменеге Қайратты унижать етіп атсын деп жамандап атсын, отып кетеді ғой деп атқандарға мен өзім просто мнениемді айттым. Сол 4-0 5-0 шамасы болады деп аяса кішкене жандар ашса, может 3-0 болады деп ойладым. Допты почти бермейді, бір 70-75%-тай допты Реал Мадрид ұстайды. 10 минуттың 7-8 минутты допты ұстап отса, ол қаяқтан олармен қалай ойнайсың сен? Өздерің ойласаңдаршы дейді ма не? Ойлаш дейтін еді ғой. Ойлаш. 10 минуттың 8 минут доп соларда болса, қаяғынан ойнайсың. Так что сол мен сөйтіп ойлаймын. В любом случае, конечно, Қайратқа сәттілік, бірақ ашық айту керек қой, енді халыққа там адамдарға біреуге жағу үшін ойбай Қайрат ұтып кетеді деп те айтамаймыз ғой. Ұтылады. Сухой счетпен, скорее всего, ұтылады.